Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Манат. Бүгін біз өте керемет салат дайындайтын боламыз. Видеоны соңына шейін көріңіз. Мен осындай кішірек помидорды қызанағымызды алып, осылай жіңішкертіп турап алдым. Содан кейін барып соломка етіп турайтын боламын. Егер де сіздерде үлкен көлемді қызанақ болатын болса, оны да осылай соломка етіп, кішірейтіп бөле берсеңіздер болады. Мен бұл жерде 1-2 тарелка шығатын салат дайындайтын боламын. Көлемін ұлғайтып жаза берсеңіздер болады. Осылай бір дана батыренімізді алып, оны да осылай соломка етіп турап алатын боламын. Барлығын арасын осылай ажыратып аламын. Барлық қосатын қоспаларымызды осындай бір ыдысқа салып жинайтын боламын. Ендігі кезекте осындай бір дана жұмыртқамызды сарысын алып, соломка етіп турайтын боламын. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Мен сіздермен қызықты және өте оңай жасалатын рецепттердің түрлерімен бөлісетін боламын. Енді кезекте тұздалған майда бәдіренімізді алып, оны да соломка етіп бірнеше бөлікке бөлетін боламын. Өте салаттың дәмін кіргізеді, өте керемет дәм береді салатқа. Енді кезекте жасыл горох, яғни жасыл ас бұршағымызды салатын боламын. Аз ғана мөлшерде аскөгімді де осылай ұсақтап турап қосатын боламын. Өздеріңіз көлеміне, дәміне қарай көбейтіп және басқа түрлер аскөк қоссаңыздар да болады. Бір ас қасық майонез қосып, осылай салатымызды араластырып, ыдысымызға салатын боламын. Міне түрде жасап көріңіздер, өте жеңіл, өте тез дайындалатын салаттардың бірі. Менің YouTube каналымда мұны үлес қосам десеңіздер, WhatsApp желісі арқылы достарыңызға және группаларға осы видеомды таратсаңыздар болады. Барлығыңызға ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіз.